Мен Жамбыл мектеп гимназиясының 10-шы А сынып оқушысы Шаубай Асылым. Менің бүгінгі ғылыми жолымның тақырыбы пияздың емдік қасиеті. Жетекшім биология пәнінің мұғалімі Омар Рахматовна. Зерттеудің мақсаты көп пайдаланатын пияздың емдік статистік қасиетімен жан-жақты таныстыра отырып, оның адам өміріндегі маңызын, шипалы қасиеттерін тәжірибе. Зерттеу әдістері: әдебиеттерге шолу, сұхбаттасу, тәжірибе жинақтау, зерттеу зерттеу. Пияздар тұқымдастыра бөлме өсімдіктер туралы мәліметтер жинастыру, пияздың емдік қасиеттерін зерттеу, пияздың емдік қасиеттерін медицина тұрғысынан көрсету. Пияз өсімдік, емдік статистік өсімдік. Статистік дегеніміз микроорганизмдерді құртуға ықпал ететін қорғаныш химиялық заттар. Емдік күші бірқатар жүрек, жүйке жүйесі ауруы, тұмау, тұмсалы жүйесі аурулары тууында әкелінеді. Осындай статистік қасиеті өсімдіктің бірі пияз. Бұл өсімдіктер алакөлі тұқымдасының жуа туысы жататын көп жылдық өсімдік болып саналады. Оның құрамында эфир майы, мальтаза, глюктоза, фруктоза және спа дәрумендері бар. Менің бүгінгі сіздерге көрсететін тәжірибем ол пияздың емдік қасиеттерін көрсету. Бірінші тәжірибем ол шаштың түсуіне қарсы ем жасау. Ол үшін бізге 200 грамм спирт қажет және 100 грамм пияз қажет болады. Бірінші кезекте біз пиязды қосамыз. Пияздың үстіне біз спирт қосамыз. Және екеуін алмастырамыз. Осыны шаштың терісіне жағамыз, бастың терісіне жағамыз. Бұл бізде адамдардың шашы көп түсетін адамдарға өте көп пайдасы тиеді. Және бұның шашы көп түсетін адамдарға пайдасы өте көп. Және шашы таз адамдарға пайдасы көп. Шашы осыны бір ай жақсаңыздар, шаштарыңыз өсе бастайды. Және екінші менің сіздерге көрсететін тәжірибем ол пияздың тұмауға қарсы емдік қасиеті. Ол үшін бізге алма қажет болады және туралған пияз қажет болады. Осы туралған пиязды біз бірінші қосамыз. Және үстіне күштен өткізілген алманы қосамыз. Бізге алма көп қажет етпеді, оның үстіне бір қасық бал қосамыз. Осыдан кейін, осы екеуін алмастырып болғаннан кейін, біздің пиязымыз қоймажың күйге айналады. Бір массаға жинақталады. Одан кейін біз оны ішуіміз қажет. Сіздер егер ойлайсыздар, пияздың дәмі ащы болады. Жоқ, біздің пиязымыз қоймажың күйге айналған кезде, оның ішінде алма мен бал бар. Ол пияздың дәмін жоқ қылып жүреді, ащы дәмін жоқ қылып жүреді, керісінше дәмді болады. Оның пайдасы тұмауға қарсы болады. Ауырған кездеріңізде осыны жасап ішсеңіздер өте көп пайдасы тиеді. Және пияздың емдік қасиеттерінің бірі ол ас қорыту жолдарын жақсартады, әртүрлі жобаларды емдейді. Мысалы, ара шаққан жерлеріңізге пияздың суын қоссаңыздар, оның ауруы сіздерге білінбей кетеді. Және сүйек, теміретке, сыздауы, қышымаға таптырмайтын ем. Тұмаудың емі пияз. Іш өту жолдарына бірде-бір ем. Жылыжайда пияз өсіретін адамдар, олар ауырмайды. Даже тіпті пандемия кезінде де олар ауырмайды. Өйткені олардың пияз оларға денелеріне сіңіп біткен пияздың оларға күші оларға жақсы тиеді. Қан қысымы жоғары адамдарға пайдалы, әртүрлі жораларды емдейді. Және пияздың құрамында алма мен алмұртқа қарағанда қант көп. Пияздың әрбір бөліктерінде 6% қант бар. Осыған қорытындылай келе, пияздың статистік қасиетін анықтау үшін тәжірибе жұмыстарын жүргіздім. Және бұл тәжірибе жұмыстарында мен сіздерге пияздың емін көрсетемін. Көрсеттім. Пияздың емі, ол сіздерге айтқандай, ең басы тұмауға қарсы болады. Және пиязды зерттеу нәтижесінде пияздың қасиеттерінің жоғары екендігін көз жеткіздік. Және пияз тек қана тағамдарда ғана қолданбайды, оны медицинада көп қолданады, және дәрі-дәрмек жасауда да оны көп қолданылады. Мысалы, менің анам, мен ауырған кезде ол бөлмеме пияз қойып қояды, туралған, әртүрлі пияздың жасалған сорпа ішкізеді. Және ең бастысы мен ауырған кезде менің анам пиязды ыстық суға салады, және оның буын менің басымда көрпешеге жауып иіс кезеді, және ол менің тамағыма келеді, оның иісі. Содан кейін менің тамағым ауырды, қышуды қояды. Менің бүгінгі зерттеу жұмысым аяқталды. Қызықты болса, тағы да сұрасаңыздар болады, пияз жағыңыз.